Құрметтеріме құрметті әріптестер, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге Fillword тәсілімен таныстыратын боламын. Fillword тәсілін жаңа сабақтағы жаңа сөздерді меңгертуде қолдансаңыз болады. Оқушыларға осындай қағаздар беріледі. Соның ішіндегі, мысалға, осы жерден айдың аттарын табу керек. Оқушылар тігінен, көлденен айдың аттарын табады. Неге осылай бірнеше Fillword дайындауға болады. Оны өзіңіздің пәніңізге қарай, сабақтың тақырыбына қарай дайындайсыздар. Мысалға, химия пәні болса, химиялық терминдерді табу, географиядан географиялық атауларды, жер су аттарын, тауларды, мұхиттарды, өзендерді табуға тапсырма беруге болады. Математикадан математикалық терминдерді табуға беруге болады. Сонымен сіздерге Fillword тәсілі түсінікті деген ойдамын. Егер түсінбегендеріңіз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетейік.